Сәлем достар, сіздермен мен Ақниет, және мен бүгін көптен түсірілмей кеткен видеоны түсіретін боламын, және көптен түсірілмей кеткесін видео, сол үшін сіздерден кешірім сұраймын. Мені кешірерсіздер деп ойлаймын. Өйткені менің уақытым көп тие бермейді, сондықтан мен видеоны аз түсіретін боламын. Жарайды, ендеше біздің видеомызды бастайық. Бүгін мен қазір рамкын жоқ қояйын. Мында жоқ қояйын. Бүгін мен торренттің загрузкасын, яғни скорысын көбейтетін боламын. Мысалға менде қазір қарап тұрыңыздар 200-ге жетпейді. Және біз бұны біршама көбейтуге болады. Бірақ бізге бір cheat engine деген программа керек. Ол өте аз, яғни мегабайты аз, тез жазу салсаңыздар болады. Жарайды, енді бастайық. Мына жерде лупымен компьютерді басасыз, сосын торрентті басасыз да open'ді басасыз, сосын мына жерден мына галочка тұр, соған барасыз да 00 дейсіз да мына жеріне бірді салып жібересіз, сосын apply дегенді басасыз, сосын cheat engine жаппаймыз және торрентке кіреміз. Загрузка көбею керек. Қазір осылай кешіріңіздер. Арасында біршама қатады, бірақ бәрі нормально болады. Қазір міне көрдіңіздер ме, 299 болды. Қазір пускты басайын, 494. Өздеріңіз көріп отырғаныңыздай 494. Енді бұл жер шамалы қатулар болады. Бар скорысы 1 мегабайтқа дейін жете алады. Яғни 1 секундына 1 мегабайт, солай ойлаймын өзім. Жарайды, қазір мына жерде қосылып болсын. 646. Нормально. 646. 599. Енді бұл жерде шамалы нормально 200-ге жетпегесін. Енді бар скорысы мен 1 мегабайт екеніне сенімдімін және сендіремін де сіздерді, өйткені 1 гигабайт, яғни 1 мегабайт скоросты өзімнің басымнан өткен. Кеше ғана осы ойын жазып атқанда 1 мегабайтқа дейін жеткізген болатынмын. Енді бүгін жаймен деп сөйтіп жазамын. Мысалға мен қазір көріп отырғандарыңыздай, менде мынаның 2-де 69 гигабайт жазып болды. Сонда қалғаны бір шамамен есептеп көрейік. 31, 80, 88, 0,88 гигабайт қалды. Соны 47 минутта жазып болады. 43 минутқа дейін жетті. Жарайды достар, осымен біздің бүгінгі видеомыз аяқталды. Ұнаса лайк басып, каналға жазылыңыздар. Сіздермен болған Ақниет. Сау болыңыздар.